Бауырым, тыңдай ғой. Абай атамыздың алтыншы қара сөзі. Ілияс Жансүгіров атындағы нөмірі 37-ші орта мектебінің 4-те сынып оқушысы Төлеухан Ахмедияр қазақтың бір мақалы өнер алды бірлік, ырыс алды тірлік дейді. Бірлік қандай елде болады, қайтсе тату болады, білмейді. Қазақ ойлайды, бірлік ат ортақ, ас ортақ, киім ортақ, дәулет ортақ болса екен дейді. Олай болғанда да байлықтан не пайда, кедейліктен не залар? Ағайын құрмап мал іздеп не керек? Жоқ, бірлік ақылға бірлік, малға бірлік емес. Малыңды бере отырсаң, атасы басқа, діні басқа. Басқалар да орта жолдан бірлік қылады. Бірлікті малға сатылса, аң тұрғанның басы сол. Ағайын құрмай бірлік қылса керек, сонда әркім нәсібесін Құдайдан тілейді. Әпсе Құдайдан тілемейді, шаруа да іздемейді, бірін пәле іздейді. Мұның қай жері бірлік шықты дейміз. Ырыс алды тірлік, ол қандай тірлік? Жан кеудеден шықпағандық па? Жоқ, ондай тірлік итте де бар. Ондай тірлікті қымбат көріп, ашуланған адам өлімді жау көріп, ақыренетке дұшпан болады. Жанын қорқатылып, жаудан қашып, қызмет қылудан, өнер қылудан қашып, еріншек атанып, дүниедегі әлгі айтылған ырыс дұшпандарға ырысқа дұшпан болады. Ол айтқан тірлік емес, көкірегің көңілі тірі болса, соны айтады. Өзің тірі болсаң, көкірегің өлі болса, ақыл табуға сөз ұға алмайсың. Ерінбей жүріп, мал табуға жігер қыла алмайсың. Кеселді жалқау қыз жақпас. Әзіл тамақ әзіл аз. Сыртың пысық, ішің лас. Артын ойлап ұялмас. Осы сөзді болып жүріп, өлімнен тірімін деме. Одан да Алла жіберген ақ бұйрықтан өлім артық. Бауырым, рахмет.